Аскөктің пайдалы қасиеттері. Аскөктің пайдалы құрамы дизентерия, диария, жұқпалы аурулар кезінде ұйқы бұзылғанда жақсы көмектеседі. Ол қан қысымын төмендетіп, жүйке жүйесін тыныштандыруға қабілетті. Бүгін сіздерге үй жағдайында аскөктен дәрі жасауға арналған рецепттер ұсынамын. Бұларды кез келген адам көп шығынданбай-ақ жасауға болады. Көздің өткірлігі төмендеп, көзде шаршайтын болса, сізге аскөктің тұқымы көмектеседі. Ол үшін аскөктің тұқымынан компресс жасау керек. Аскөктің тұқымын дәкеге салып, біраз уақыт жылы жерге қою керек. Содан соң оны көзге 20 минут қоямыз. 20 минуттан соң көзіңізде айтарлықтай жеңілдік сезінесіз. Бұл әдіс сондай-ақ көз айналасындағы әжімдерді тегістейді, ісіну және қабақтың қызаруын азайтады. Екінші, аскөкті кептіріп, жағып, күлін жазылмай жүрген жараға сепсе, ол тез жазылады. Арақ дәні ұнтақтап, ауызға салып сорып жүрсе, ысықта қолма-қол тияды. Үшінші, оның арақ дәнімен қоса кептірген сабағын ұнтағынан 2 ас қасық салып, 4 литр суға қайнатып ішсе, ішті жүргізіп, асқазанды ішекті тазалайды. Келесі, қарапайым тұнба. 1 ас қасық кептірген аскөкті 4 литр суға салып, 1 сағат тұндырамыз. Дәрі дайын болады. Бұл тұнбаны жарты стаканнан күніне 3 рет ішу қажет. Бұл тұнба асқазан, ішек ауруларында пайдалы. Диария, іштің қатуы сынды ауруларды да емдейді. Жас аналарға аскөкті көп тұтыну өте пайдалы, және психология аурулар кезінде де таптырмайтын құрал.